Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабары армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасы басшысының орынбасары Нұрғали Құдабай және облыстық мәслихат депутаты Райхан Искакова. Қадірменді көрермен, студия қонақтарына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа түсе аласыздар. Тікелей эфир телефоны 27 90 20, қала коды 72 42. Студиямызға қош келдіңіздер. Нұрғали Рахымшаұлы, Райхан Құсайынқызы. Енді әніміне дегенше жыл да аяқталуға жақын. Жалпы алдымен сауалды биылғы жылды облысымыз қалай қорытындылағалы тұр? Облыстың бүгінгі әлеуметтік экономикалық даму турасында бастасақ. Бұл сұрағыңызға енді өте орынды сұрақ. Қазіргі таңда облысымыздың бюджетінің бүгінгі таңда орындалу игерілуі 94%-ға құрап отыр. Қазіргі таңда қазынашылық департаментімен төлем құжаттарын желтоқсанның 29-ына дейін өткізіледі. Соған сәйкес қазіргі таңда барлық бюджеттік әкімшілік бағдарлама әкімшілерімен тығыз жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мониторинг жасалып, күнделікті бюджеттің игерілуі сол жыл соңына дейін қазіргі бюджеттің игерілуін 99%-ға игереміз бе дегендей жоспарымыз бар. Жалпы жуырда ғана өткен осы облыстық мәслихаттың 17-ші сессиясында 2018-2020 жылдарға арналған 3 жылдық бюджет бекітілді. Райхан Құсайынқызы, сіз енді экономика, қаржы және жергілікті басқару жөніндегі тұрақты комиссияның төрайымысыз. Жалпы облыстың негізгі қаржы құжатын қабылдауда қандай мәселелерге басымдық беріліп отыр алдағы жылдары? Рахмет. Жылдардағыдай бюджетіміз әлеуметтік бағыты сақталуда. Бұл білім, денсаулық, мәдениет, спорт және әлеуметтік салалар, осы 4 сала бойынша. Жалпы әлеуметтік салаға 2018 жылдың бюджетіне 47 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл биылғы жылмен салыстырғанда, мәселен, жоғын сіз 3 жылдық бюджетті айтып отырсыз ғой? Жоқ, келесі жылы 47 миллиард бөлініп отыр. Бұл енді басымдыққа жатады. Тағы да басқа басымдықтарға келетін болсақ, бұл енді әрине біздің сол жағалау, левый берег дейміз ғой, жұмыстары жатады. Және бізде міндетті түрде аграрлық сектор үдемі дамыту, индустриалдандыру мен шағын және орта бизнесті дамыту, және көлік инфрақұрылымды дамыту болып табылатын. Осы основной дамыту, основной секторлар ақша бөлініп атқан сұрақ. Негізгі басымдық осы салаларға беріледі дейсіз ғой? Басымдық осы салаларға беріледі. Бірақ социальный сектор дейміз ғой, ол 47 миллиард теңге бөлініп отыр. Біз жылда осы біздің облыс сол салаға ең бірінші орында тұрмыз республика бойынша, адамға шаққанда, на душу населения. Бұл негізінен бұл көрсеткіштің өзге облыстармен салыстырғанда біз басым болып тұрмыз ғой, яғни әлеуметтік салаға бөлінетін қаржыдан. Бұған қандай критерийлер себеп? Критериялар бұл базовый расходтар дейміз ғой, основной жылдан жылға қайталанатын шығындар, және де бұған құрылыс кіреді. Бұл құрылыспен бірге салғанда. Өйткені біздің облысымызда қазір құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Өткен жылы біз аварийный мектептерді жою жұмыстар биыл аяқтап жатыр. Келесі жылы енді өзіміздің әкімнің бекітілген өзінің тізімі бар, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Арман қарай мектептер соғу, клубтар соғу, әлеуметтік нысандарды ары қарай жалғастыруға. Жалпы осы 3 жылдық бюджетті саралау үшін де біраз уақыт керек болған шығар депутаттармен. Жалпы бұл процесс қалай өтеді? Соны көпшілікке де қызықты секілді. Өйткені мынадай да бір ұғым бар да, жалпы бұл бюджет бекітіледі, бірақ өзінің бекітілген мерзімінен және оның бір өзгерістерге де ұшырауы мүмкін ғой уақыт өте келе. Осы жөнінде шамалы түсініктеме беріңізші. Әрине, бюджет жылдың басынан басталу керек.
енді облыстық басқармалар, администратор бюджетный программа дейді ғой, солар жұмысты жыл басынан бастау керек. 15 майда бұл жұмыс басталады, бюджеттік өтінім тапсырылады экономика басқармасына, экономика отделдарына, аудандарда. Және бұл жаңағы бюджеттік өтінімдерді қарап, 15 қарашада маслихатқа өткізіледі бюджет. Содан бастап енді комиссиялар жұмыс жасайды, маслихаттың комиссиясында. Осы бюджет, финанс, қаржы, экономика және өзін басқару біздің комиссия маслихаттың осы бюджетті егжей-тегжей қарап, оны талқылап, бүкіл жаңа управлениялармен жұмыс жасап, басқа да комиссияның, тағда 3 комиссия бар ғой маслихатта, солардың мүшелері де қатысып, осы бюджеттің кезінде талқыланады бюджет. Және неге талқыланады, ол өйткені бюджеттің өтінімін 15 майда береді, одан кейін енді көп өзгерістер болады, енді саясат өзгереді, тағда жаңа бағдарламалар пайда болады, жаңа бастамалар шығады. Содан кейін уже көп өтініштер түседі, қосымша өтініштер. Осы комиссияның қарамағында биыл 14 миллиард 600 миллион теңгеге дополнительно өтініштер түсті. Соның жаңағы 8 миллиардқа жаңағы 8 миллиард дополнительно енді қосымша ақша бөлінді. Бұл ішінара өзгерістер, кірістерді көбейткен жоқпыз, ішінара өзгерістермен сол сұрақтарды бәрін жауып, сұраныстарды. Олар да әрине депутаттардың өзара келісімі бойынша өзгеріске ұшырап отырады. 200 жуық сұрақ келіп түскен, сол сұрақтардың бәрін талқыланып, нәтижесінде протокол жасап, ол протоколдың жаңағы протоколды облыстық әкімдігіне беріп, соны тағы да талқыланып, облыстық бюджет комиссияға шығарылады, ол сұрақтар бәрі тағы да дополнительно өзгерістермен. И содан кейін уже 1 декабрьге дейін республикалық бюджет қол қойылады ол президентпен. Содан кейін 2 аптаның ішінде біз облыстық бюджетті бекітуіміз керек маслихатта. Соған дейін бәрі қаралып, уже маслихатқа, сессияға уже жаңағы дайын, өзгертілген қосымшаға сәйкес ұсынылады бюджет. Түсінікті. Жалпы бүгінде белгілі жайт, мұнай өндірісі біршама қазір төмендеді. Осы мәселеде бір сәйкесінше осы жылдық бюджетті бекіткен кезде бір кері ықпалы болады ма? Жалпы доллар бағамы да қайта-қайта өзгеріске ұшырап отыр ғой бүгінде, құбылмалы. Осы төңіректе де бір түсініктеме беріп өтіңіздерші. Әрине енді өздеріңіз білесіздер, біздің Қызылорда облысы мұнайлы өңір. Сондықтан енді қазіргі таңда мұнай ұңғымаларының сұлануына байланысты қазіргі таңда мұнай өндіру көлемі төмендеуде. Бұл жағдай жалпы өнеркәсіп өндірісінің төмендеуіне кері әсерін тигізді. Бірақ дегенмен де басқа салаларымыз бар, өзіміздің экономика себебін тигізетін, өсімін қамтамасыз ететін. Сондықтан осы жылдың 11 айы бойынша облыс экономикасына 190 миллиардтай теңге инвестиция тартылса, өсіміміз 1,6% құрап отыр. Енді оның ішінде негізгі нелері 60 миллиард теңге құрылыс жұмыстарына тартылған инвестиция, одан кейін ауыл шаруашылығына 83 миллиард теңгедей 83 миллиард теңгедей инвестиция тартылып, оның өсімі 4,1% құрап отыр. Одан кейін енді бірнеше жыл қатарынан тұрғын үйді пайдалану бізде қарқыны өсуде. Сондықтан енді жалпы 11 айдың өзінде 556 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, бұл 24%-ді құрап отыр. Сондықтан енді жалпы экономикамыз, облыстың экономикасы өсу қарқыны бар деуге болады. Енді негізінен осы биыл 5-ші жыл болды ғой, біздің өңіріміз сыр салысының бір жоғары өнімділікке қол жеткізіп келе жатыр. Бұл енді әрине біздің қуана айтатын бір жайт. Сондай-ақ осы соңғы жылдары сыр өңірінде аграрлық саламен қатар өндірісте өрісін кеңейтіп келе жатыр. Енді осы тұрғыда жаңағы өндіріс орындарынан жалпы бізде бүгінде өнімділік жалпы ішкі өнімнің тұрғысынан біздің бюджеттің тайғазаны қаншалықты толығып отыр? Осы туралы да бір ақпарат беріп өте аламыз ба? Енді
облыс Тайқазанда соңғы 5 жылда өзгерістер байқалуда. Ол жаңағы айтқан себептер де әсер етеді ғой, бірақ біздің бюджетіміз жылдан жылға көлемі өсуде. 2010 жылмен салыстырғанда, мысалы 13 жылы 138 миллиард болса көлемі облыстың. Ал 2018 жылы 219 миллиард теңге күтілуде. Неге ол? Өйткені бүкіл аудан мен қала бюджеті әлі соңғы жаңа мәслихаттар шешімі әлі шыққан жоқ, өткізген жоқ сессияларын. Болжам бойынша 219 миллиард күтілуде. Бұл 60%-ға немесе 81 миллиард теңгеге өсуде бюджет. Бұл енді бұл суммамен тоқтап қалмаймыз. Жыл ішінде тағы да енді бюджет өсуі мүмкін. Кірістер көзі тағы да табылып атса, түсіп атса, кірістер жылдың соңына дейін тағы да өсуі мүмкін. Жылдан жылға өсіп келе жатыр бюджетіміз. Журда ғана осы жыл қорытындысы бойынша аудан басшыларымен дәл осы студияда сұхбат өткіздік. Сонда бір мәселе айтылды. Аудан басшылары айтты, мынау 3 аудан орталығы газдандыру мәселесіне қатысты. Бұйыртса осы алдағы жылы бюджетке кіреді. Жаңағы газдандыру мәселесіне қатысты жұмыстар деді. Оның ішінде жоба сметалық мәселелері бар. Газды жаңағы тұрғындарға жеткізу бір аудан орталығына қатысты. Жалпы осы мәселеге қатысты қандай да бір қуантар жаңалықтарыңыз бар ма? Аудан тұрғындарына айтар. Бүгінгі күні 4 аудан шешіліп тұр. Мәселесі Арал, Қазалы, Шиелі, Жаңақорған ауданның орталықтары газдандыру қарқынды жүргізілді деп айтуға болады. Енді келесі жылы енді бізде тағы да 3 аудан қалып тұр. Ол Қармақшы, Жалағаш және Сырдария ауданы. Ал 2 ауданды республика өзінің мойнына алып отыр сөйлескеннен кейін. Ал Жалағаш ауданның орталығы жаңа біз өзіміздің облыстық бюджеттен жұмыс жүргізетін болып жатырмыз. Енді жалпы осы облыстық бюджеттен газдандыруға 1 миллиардтан жуық қаржы бөлініп отыр келесі жылға. Бұл ішінде жаңағы проектный сметная документация сондай. Бұл жалпы бұл жұмыстар үшін қаражат жеткілікті қаражат қой. Жеткілікті, 2 ауданды республика өзі алады, қаржыландыру қаражаттарын, ал бір ауданды өзіміз аламыз. Осы 3 ауданды бітіргеннен кейін арман қарай жалпы неге ауылдарға, сосын үлкен поселоктерге баратын. Яғни 2 аудан орталығы түсінгенім республикалық бюджет есебінен бір аудан облыстық бюджеттен, яғни қаржыландырылады 2018 жылы. 2018 жылы осы жұмыстар жүргізіледі. Жалпы мына қала көлемінде де биыл біраз жұмыстардың атқарылғандығын көзіміз көріп жүр. Су құбырлары болсын, әбден тозығы жеткен осы жылу жүйелерінің құбырлары бір қайта жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Алдағы жылда бұл жұмыстар жалғасын табады ма? Бұл негізінен өзіміздің облыстық бюджеттен қаралып отырған қаражат қой негізінен бұл жұмыстарға. Өте дұрыс айтасың, бұл жұмыстар өз жалғасын табады. Яғни инфрақұрылым дамытудың 2015-2019 жылдарға бағдарлама қабылданған. Нұрлы жол мемлекет бағдарламасы аясында қазіргі таңда тозығы жеткен ауыз су, кәріз, жылу жүйелерін қайта жаңғырту республикалық бюджеттен бюджет есебінен 5 миллиард теңге қазіргі таңда қаражат бөлініп отыр. Оның ішінде Қызылорда қаласы бойынша 21 жоба, Жаңақорған кенті бойынша 1 жоба қаржы бөлініп, қазіргі таңда жұмыстар басталып жұмыстар жүріп жатыр. Ал биыл жалпы қанша бюджеттен қаражат қаралды осы жұмыстарға? Және олар толық игеріліп отыр ма осы күні? Бөлінген қаражаттың бәрі қазіргі таңда толық игеріліп, яғни жұмыстар өзінің кезеңімен жұмыс атқарылып жатыр. Ал мынау облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу мәселесі де бюджеттен белгілі бір қаражат қаралып жатыр ма? Өйткені мен бұл мәселелердің барлығын тәптіштеп сұрап отырғаным, бізбен көп жағдайда осы әр саланың басшысы осы тікелей эфир барысында бұйыртса, қаражат қаралса, біз осы жұмыстарды мынау тұрғындардың осы проблемасын шешеміз деген бір үмітпен өздеріңізге үміт арта қарайды. Сондықтан бұл мәселеге де қаншалықты маңыз беріліп отыр? Енді біздің облыста жалпы автомобиль жолдары
өздерінің деңгейі болады. Ол республикалық, облыстық және аудандық деңгейдегі жолдар. Облыстық бюджеттен енді облыстық деңгейдегі жолдарға қаражат бөлінеді және ауданға Қызылорда қаласына трансферт арқылы беріледі жолды жөндеуге қаржылар. Енді келесі жылға соңғы 5 жылда бұл салаға өте көп ақша бөлініп жатыр деп айтуға болады. Оны өздеріңізде байқап жүрсіздер, жолдың біршама жұмыстардың атқарылып жатқандығы. Жақсарғандарын жолдарыңыз. Енді келесі жылға келсек, бұл енді біздің жалпы автомобиль жолдары 2338 шақырым құрайды. Бұның бәрі біздің жолдарымыз. Келесі жылға 5 миллиард 100 миллион теңге бөлініп отыр бюджетте. Бұл салыстырмалы түрде айтыңызшы. Бұл көп қаражат па? Көп қаражат, өйткені осы 5 жыл бұрын бұл миллиардқа жетпейтін ақша бөлінетін. 5 жыл бұрын? 600-700 миллиондай сондай. Сосын 3 жылда республикалық бюджетте өзінің заңында шектеу қойған, осы бір мөлшемнен аз қоймайтын бюджеттің шешіміне біз осындай лимит қойған. Сол лимитті қазір біз сақтай отырып, сол аз көлемінде қойамаймыз, оны 5 миллиардтан аз ақша қойылмай жүр жыл сайын. Сосын жыл көлемінде бюджеттің мүмкіншілігіне қарай тағы ақша бөліне береді. Түсінікті. Жаңа әлгінде әңгіменің басында айтып қалдыңыздар, жалпы Сырдария өзенінің сол жақ жағалауындағы жұмыстар жалғасады бұйыртса, бүгіннің өзінде біз сол жақтағы атқарылып жатқан жұмыстарға көріп бір көңіліміз қуанады. Бұл енді шынымен де қаншама тұрғын үшін бұл бір үлкен өндіріс орындары, баспаналы болады, қаншама халық. Бірақ сол қаражат мәселесі осы жұмыстарда бір қолбайлау болып жұмысын тоқтатпайды мекен деген. Осы тұрғыда да бір айтып өтсеңіздер. Енді қазіргі таңда Сырдария өзенінің сол жағалауын игеру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Атап айтсақ енді инженерлік коммуникация инфрақұрылымын дамыту мәселесі бойынша ауыз су, электрмен, газбен қамту және жолдар, солар жүргізудің бірінші кезеңін бастап кеткенбіз. Енді 2018-2020 жылдар бюджеттен де қазіргі таңда бұл бекітілген облыстық бюджетте бұл жұмыстар жалғасылып 1,2 миллиард теңге қаржы қарастырылып отыр. Қазіргі таңда кешегі бюджетте қарастырылып, уже бекітіліп, сондай не отыр. Келешекте одан бөлек тағы да Сырдария өзенінің сол жақ жағалауын ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2018 жылға Тораңғылсай жерасты су көлемін қайта бағалау және оны зерделеу жұмыстарына 70 миллион теңге бөлініп отыр. Одан бөлек тағы Қызылорда қаласында өздеріңіз білесіз, Қазақ орталық атқару комитетінің әкімшілік ғимараты мұражай құрылысын аяқтауға 41 миллион теңге жоспарлануда. Алдағы уақытта енді облыстық бюджеттің мүмкіншілігіне қарай енді кіріс көзінің орындалуына енді болса да кіріс көздері түседі ғой. Соған сәйкес тағы да қосымша қаражаттар бөлініп, инфрақұрылым дамыту мәселелеріне қаражаттар бөлініп отырылады. Ал қосарыңыз бар ма? Одан бөлек енді сосын тағы да жеке инвесторлар тарту жұмыстарын жүргізіліп отыр. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, жаңағы балабақша. Ол жалпы облыс бюджетіне үлкен бір қолдау болады. Жекешелік әріптестік, жекеменшік мемлекеттік әріптестік төңірегінде, негізінде сол жағынан да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өздерінің жобаларын көрсетіп, қазіргі таңда балабақшасы бар, мектебі бар. Оқу орындары да. Енді бүгінде міне халықпен бөлісіп отырсыздар ғой, жалпы бюджеттің қалай бекітіліп жатқан, қай салаларға басымдық беріліп отырған. Дегенмен осы жергілікті бюджеттердің ашықтығы мен жариялылығы бүгінде қай деңгейде? Олар бір электронды түрде, мысалы, сіздердің осы бюджет қаралу мәселесінде өздерінің бір үн қаталады ма тұрғындар тарапынан? Жалпы бұл жүйе қалай жолға қойылған? Енді жергілікті бюджеттің ашықтығы Қазақстан Республикасының бюджет кодексінде жазылған. Ашық болу керек бюджет. Және Қазақстан Республикасының қоғамдық кеңестер туралы, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңында
ақпаратқа қол жеткізу туралы және ақпараттандыру туралы заңдарына сәйкес бәрі жарияланады. Бюджет қалыптасқаннан кейін уже жобасы белгілі болады. Сол жобасын біздің сайттарға әкімдіктің жарияланады міндетті түрде. Поэтапно жүреді ғой. Сосын міндетті түрде бюджет бекіткеннен кейін жарияланады. Бүкіл газеттерге жаңағы көрініс табады ол. Және гражданский бюджет деген болады. Осы любой жаңағы адам сайтқа кіріп, әкімдіктің сайтында, бүкіл экономика басқармасының сайтында тұрады гражданский бюджет. Ол жаңағы әр адам ашқанда сол түсінікті болсын деп жазылады. Например, финансистер өз тілімен түсінеді. Қарапайым халық ананы оқығанда түсінетіндей бюджет жазылады. Қандай салаға қанша қаржы бөлініп тұр, ол не үшін. Қазір бюджет, нәтижелі бюджет болғасын, бюджет ориентированный на результат, түпкілікті нәтиже көрсетіледі. Сондықтан мәслихатта да бюджет қараған кезде оны сала бойынша, бюджеттік бағдарлама бойынша оны көрінеді. Және жаңа бастамалар болса, ол не үшін сұралып жатыр, ол қаражат. Оның түпкілікті нәтижесі қандай болады? Қандай әлеуметтік салаға, неше түрлі салаларға ақша бөлінеді, ол қаржы қайда кетті, не үшін кетті деген мәселелерде. Жаңағы қарапайым адамға оған қандай пайда болады ол бюджеттен, ол сол бағдарламадан. Соның бәрін жариялап, көрсетіп жазылады ол не үшін. Сондықтан жаңағы әр бағдарламаның өзінің түпкілікті нәтижесін жазылып, сөйтіп жарияланады. Осы орайда жалпы мәслихат депутаттарымен, сала басшыларымен осы бюджетті талқылау барысында әріптестік байланыс қаншалықты нық орныққан? Дұрыс қой, бізде әр депутат әр саладан сайланған ғой өзі. Кәсіпкерлер болады, финансистер, ішінде мұғалімдер, врачтар болады. Солар енді өз саласына өздері жан ашып, сұрақтар қояды. Мысалы, медицинада көп сұрақ болады енді. Білімде көп сұрақ болады. Білімге жанашыр, например, Байназаров, Райкүл Мансурна өте көп біледі сол сала. Білім саласында қордаланған мәселелерді қойып отырады алға, сосын бюджет қаралымында ол бір өзіндік рөл ойнайды ғой енді, осы депутаттардың белсенділігі де. Мысалы, келесі бюджетке осы сұрақтар Байназарова ханым қойған, осы мектептерге физика, химия кабинеттері жеткіліксіз деп. Ол жаңағы планға қоятын болсақ, ол бір 10 жыл керек бүкіл мектептерді қамтамасыз етуге. Сол үшін біз қазір 1 миллиардқа жуық қаржы қаралып жатыр. Сол 1 миллиардтан 3 жыл көлемінде сол қаржы бөлсек, ол где-то 3 жылда жабамыз деп ойлаймыз сол мәселені. Өйткені тозығы жеткен кабинеттер последний 5 жылда ол ешқандай обновление болған жоқ сол кабинеттерге. Бүгінде білім саласында талап өте күшті. Сондықтан әрине біз заманауи талапқа ілесуіміз керек. Әрине. Балдар біздің болашағымыз болғасын, оны соған баруымыз керек. Жалпы нұрлы жер, нұрлы жол бағдарламалары, мемлекеттік бағдарламаларының жүзеге асырылуы өңірімізде көңіл көншітеді ма? Және алдағы жылы бұл бағдарламалардың жүзеге асырылуына қандай бір қазынадан бөлініп отырған қаражат қандай? Енді нұрлы жер бағдарламасы бойынша қазіргі таңда барлық игерілуі осының бюджеттен бөлініп жатқан ақшаның бәрі көңіл көншітіледі. Міндетті түрде қазіргі нұрлы жер бағдарламасы аясында 2018 жылға республика бюджеттен 3 тұрғын үйге ақша бөлініп отыр. Атап өтсек, Сырдария ауданында 24 пәтерлік 2 үй, Қызылорда қаласы бойынша 220 пәтерлік 4 үй құрылысына қаражат бөлініп отыр. Келер жылға 2018 жылға 1,8 миллиард теңге көлемінде. Енді нұрлы жол бағдарламасына тоқталып кетсек, нұрлы жол бағдарламасында да қазіргі таңда жылу мен сумен жабдықтау, су бұру жүйелерін реконструкциялау және олардың құрылысын салу үшін республика бюджеттен 2018 22 жобаға 5,1 миллиард ақша бөлініп отыр. Қазіргі таңда оның 2017 жылдан бастап енді
жаңа 2017-2021 жылдар ғана нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік дамыту бағдарламасы жүзеге асыруда. Соған сәйкес 2018 жылы аталған бағдарлама бойынша 3,9 миллиард теңге қаржы қаралып отыр қазіргі таңда. Жалпы қаражаттың бәрі бөлініп отыр қазіргі таңда. Сонымен қатар инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым жеткізу мақсатында 17 жобаны іске асыруға республика бюджеттен 2018 жылға 2,9 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр қазіргі таңда. Бұл жаңағы айтқандарыңыздай әлде өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Яғни кемімейді, ол кезде өзгерістерге ұшырағанда да ұлғаяды ғой көлемі, қаражат көлемі. Жалпы мынау бүгінде енді нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті жаппай дамыту бағдарламасы жұмыс жасап тұр. Осы тұрғыда қазір біраз өңірімізде жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы мынау жұмыспен қамту мәселесіне келгенде биылғы жылы біздің өңіріміздің динамикасы қаншалықты? Біз қаншалықты осы жұмыспен қамтып, бүгінде жұмыссыздардың қатары қаншалықты кеміп отыр? Жалпы жұмыспен қамтудың қандай бір жаңа стратегиясын ұсынар едіңіз, Райхан Құсайынқызы? Бүгінгі біз бүкіл жаңа тарихымызды ішіндегі жұмыссыздықтың ең төменгі деңгейіміздеміз айтуға болады. Бұл республика бойынша? Да, республика бойынша. Енді елімізде әрбір іздеген адам табуына болатын жұмыс бар. Мен сөйтіп ойлаймын. Оның үстінде біздің өзіміз жұмыс істеп, өзімізде асырауға мүмкіндігіміз бар әр адамның. Мен сөйтіп ойлаймын. Бұл біздің енді үлкен жетістігіміз. Әр адам өзіне қазір мүмкіндік бар жұмыс іздеуге. Өйткені қазір бізде бүкіл бағдарламалар соған арналған. Кәсіпкерлікті дамыту арқылы, өз кәсібін ашу арқылы жұмыссыздықты жою. Бүгінгі біздің алға қойып отырған мақсатымызда. Бұл бағытта жалпы кәсіпкерлікке бет бұрыс деген туралы да бір өздеріңіздің ойларыңызбен жұмыссыздық жою ол жаңағы шағын және орта бизнесті дамыту арқылы. Кредиттер қазір неше түрлі беріліп жатыр. Аграрлық секторде субсидия беріліп жатыр. Және мен ойлаймын, енді біз жұмыссыздықты жою ол біріншіден жаңағы жас өспірімдерді оқыту. Жаңа айтып жатсыз ғой, мектепте жаңа класстар, жаңа оқыту. Сол енді балдар өзінің білімін алып, арман қарай өздері қазір 12 жылдық неге өтіп жатыр ғой, өтеміз деп жатырмыз. Ол же бала мектепте оқыған кезде өзі кім болатынын уже білу керек, уже ориентироваться должен на профессияға. Енді сол бизнесті дамыту және жұмыс орындарын ашуға бастайтын енді құрылыс жүргізіп жатырмыз, тағы да одан басқа көп қарқынды жүргізіліп жатыр. Енді жұмыс орны ашылып жатыр деп ойлаймын қазір. Біз енді қазіргі кезде үкімет, жалпы мемлекет осы жұмыссыз жастар үшін үлкен мүмкіндіктер беріп қойды. Яғни өзіңнің мамандығыңа сай жұмыс табылмаса, сенің қайтадан даярлауға, оқуыңа мүмкіндіктер бар, осыған үлкен қаражаттар қазір бөлініп отыр. Жалпы осы жұмыстар қаншалықты нәтижелі болып отыр? Біз енді үлкен қаражат бұл бағытта жұмсалып отыр ғой. Өзіндік нәтижелері көрініп отыр ма? Әрине, қазір біз жұмыссыздықты жою жұмысы облыста жолға қойылған. Қазір ең бастысы енді бірінші жаңағы профессия алу дейміз ғой. Біріншіден жаңағы біздің бұрынғы профтех колледжер қазір профтех образование қазір дамып келе жатыр. Өйткені қазір любой жаңағы адам барып өзіне екінші профессия алуға мүмкіндік бар. Профтех қазір колледждер болып жатыр, лицей болып жатыр. Сонда қайта даярлау, қайта оқыту жаңа профессия алуға жаңағы жағдай жасалған. Және бізде қазір мүмкіндігі жаңағы отбасылар, жағдайы жоқ отбасылардың балдары қазір әкімнің грантымен оқытылып жатыр. Енді
жақсы оқитын, енді арман қарай оқитын жаңа жағдайы болмаған семьяларды, балдарды енді бізде Қорқытта оқытып жатыр, Қорқыт ата университетінде. Болашақта сол балдарға көп үміт. Қазір грант бөлініп Мәскеуге оқып жатыр балаларымыз. Россияда оқып жатыр. Сол көп көмек біздің облыс әкімінің өзінің жаңа бағдарламасы бойынша, сол өте жақсы бағдарлама, көп балдарды оқытып жатырмыз. Осы ретте енді ойға оралады да, жалпына дипломға ауылға деген мемлекеттік бағдарлама бар ғой. Сол бағдарламаның жүзеге асырылуы биыл қандай деңгейде? Мен білем, осы бір жылдары мәслихат депутаттары осы мақсатқа бөлінген қаржының дұрыс игерілмей жатқандығы жөнінде бір дабыл қақты. Үлкен мәселе, проблема етіп көтерді. Қазір қандай деңгейде бұл бағыттағы жұмыстар? Дипломмен ауылға ол жылда беретін республикалық бюджеттен берілетін қаржы кредиттер ретінде беріледі. Ол жылдан жылға қазір ол ақшаны көлемі көбейіп жатыр. Өйткені сұраныс көп болып жатыр қазір. Сұраныс көп па нақты кезеңде? Сұраныс көп қазір, Ол қаржы жетпей, республикалық бюджеттен қосымша қаржы сұралынады жылдан жылға. Ол проблема артта қалды дейсіз ғой, бұрын игерілмей жатыр деген. Өйткені қазір жастар уже түсініп жатыр. Қай жерден, қалай тұрақты жерде жұмыс бар, енді жұмыс болғасын баспанасымен де қамтамасыз етіп жатыр. Кредит алып, үй алуға мүмкіндік бар. Жалпы негізінен бюджетті жоспарлауда әлде болса қандай мәселелерге бір басымдық жеткіліксіздеу көрінеді? Қай мәселелерді алдағы уақытта бір шынымен де бір бюджеттің қазаны осы мәселелерге басымдау берілсе дейтін бар ма ойларыңызда? Айтар. Енді бюджет бұл Черчилль айтқандай равномерное распределение разочарования деген. Енді бюджет кодекс бойынша бұл бюджет бөлінген кезде бұл минимальный мөлшемде бөлінетін қаржы. Заң бойынша өзі. Өйткені әрқашан маған жаңағы бюджеттің қаржысы жеткілікті деп ешкім айтқан жоқ. Өйткені жылдан жылға сұраныс көбейіп жатыр, енді әлеуметтік жағдайда жақсарып жатыр, жаңағы уровень, талабы, заманның талабы өсіп жатыр. Сондықтан қазірде сол енді бюджетті бекіткеннен кейін қосымша жаңа бастамалар болады жылдың ішінде. Соған қосымша қаржы жыл ішінде бюджеттен кірістері толығып жатса, көлеміне қарай, арман қарай толтырылады, беріледі ол. Әрине, оның бәрін қамтамасыз етуге мүмкін емес. Өйткені бізде қазір көп мәселелер, шешілмеген мәселелер бар. Өйткені қазір әкімнің бекіткен тізімі бар. Аварийный мектептерді жапсақ, келесі ауылдарда мектептері жоқ бар. Енді газды айтып жатырмыз. Ауылдарға газ жеткізу керек, поселкелерге. Сол мәселе туындап тұр қазір. Барған жерде, енді мен депутат болғасын ауылдарға барам ғой. Бірінші сұрақ бізге газ қашан келеді деп сұраныс болып жатыр. Енді айтамыз, бірінші үш ауданды бітірейік, содан кейін ақша әрине түсіп жатса, ол мәселеге баруға болады, шешуге. Бәрі ақшаға тіреліп жатыр. Тағда бір мәселе жолдарға беруге болады ақша, өйткені бүкіл жолдарды қазір енді жөндеуге мүмкін емес. Өзің тізіммен жолдан... Соны айтыңызшы, осы тізіммен жалпы ең нашар, шынымен де мүмкіндігі жоқ, өте қажетті бірінші мәселелерге бірінші кезекте беріледі. Бірінші кезекте, әрине. Сол тізім қалай жасалады? Ол тізім біріншіден жаңағы комиссия құралады, ол бүкіл аудандарды аралап, бірінші, например, мысалы, аварийный мектептерді қалай тізімге анықтады. Сондай жолдарды да анықталады. Тізімі бар өзі негізінде. Сол тізіммен бойынша жаңағы мектептерді, әлеуметтік нысандарды сол тізіммен... Комиссия арнайы аралап жүріп нысандарды бекітеді. Комиссия аралайды, оны жаңағы депутаттар қосылады, аудандық әкімдігі қосылады ол комиссияға. Сөйтіп жаңағы жарияланады. Маслихатқа жаңағы маслихат депутаттардың алдына қойып сол тізім қаралады. Содан кейін уже бекітіледі тізім.
Енді мынау жалпы біздің өңіріміз Сырдария, жалпы өңіріміздегі елді мекендердің өзі Сырдария өзенінің бойында орналасқан ғой. Сондықтан мынау көктемдегі бір су тасқыны кезінде біздің өңірімізге қауіп өте күшейе түседі. Осы тұрғыда бір осы жұмыстағы, оның бір алдын алу бағытындағы жұмыстарға қаншалықты қаражат бөлініп отырады? Осыған да бір тоқтап өтіңізші. Жалпы төтенше жағдайдың алдын алу бағыты. Енді бюджетте жыл сайын көктемдегі су тасқыны кезінде төтенше жағдайын алдын алу бағытында ақша қаралады міндетті түрде. Жылда ол жалғасын табады, 18 жылда ол жұмыс жалғасын табады деп. Ағымдағы жылы өзен бойы қорғаныс бөгеттерін жалпы ұзындығы 49, енді 41 шақырымды құрайтын 18 қауіпті учаскелерін қалпына келтіру 276 миллион теңге бөлінді. Келесі жылға енді Сырдария өзенінің қауіпті учаскелері белгіленген болатын. Оған жаңағы 7 нысан келесі жылға 223 миллион теңге қаржы жоспарланып отыр оғанда. Алдын алу бағытындағы жұмыстарға. Енді біздің эфирдегі уақытымыз да шектеулі, сондықтан жалпы осы Қазақстанның экономикасының өсімі соңғы жылдары Үндістан, Қытай секілді іргелі елдердің қатарына қосылады, ілесе алады деп айтылып жүр осы күні. Баспасөзде де айтылып жүр, телеарналардан да. Енді жалпы Қазақстанның дамуы бұл өңірлердің дамуы. Сондықтан осы ретте бір айта отырсаңыздар, жалпы бүгінгі біздің өңіріміз экономикалық даму көрсеткіші бойынша қазір республикада қай орында тұр? Енді жалпы өңірлердің даму динамикасы республикалық деңгейде 8 негізгі макро көрсеткіштер бойынша бағаланады. Енді ағымдағы жылдың 11 айы қорытындысы бойынша енді келісте енді айтып шығайын, бесеуі бойынша өсім қарқыны жоғары деп айтуға болады. Ол енді өңдеу өнеркәсібі, құрылыс жұмыстары, жаңа айтқандай көлемі, тұрғын үйдің құрылысы, пайдалануға беру және ауыл шаруашылығының жалпы көлемі. Және ең соңғы баға индексі. Ал екі көрсеткіш бойынша өсім қарқыны орташа бізде. Ол негізгі капиталға тартылған инвестиция и бөлшек сауда айналымы, розничный товарооборот дейміз. Және бір көрсеткіш бойынша төмен, ол өнеркәсіп өндірісі. Жалпы біздің көрсеткіштеріміз жаман емес республикалық көлемінде. Лайым солай болсын. Облыстың тайқазаны түгесілмесін, әлеуметтің әлеуеті сәйкесінше арта берсін. Әңгімелеріңізге рахмет. Қадірменді көрермен, біздің эфирдегі уақытымыз осымен тамам. Аман саулықта болайық.